Келесі біздегі тақырып ол қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері. Оның бірінші тақырыбы Алаш автономиясының жариялануы. Жалпы қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы алдымен Алаш қозғалысының саяси бағдарламасы мен автономия жариялау әрекеті арқылы айқын көрінеді. Осы 1917 жылғы ақпан және қазан төңкерістерінен кейін елдегі былайша айтқан кезде империялық басқару жүйесі күйрейді. Жергілікті халықтардың өзін-өзі билеу күштері мүмкіндігі туған сәтте жалпы осы ең алғаш қазақтың басын қосқан қазақтың зиялыларының бірі әлі бірегейі осы Әлихан Бөкейханов осы Алашорда үкіметінің басшысы болып сайланған. Тек қана Әлихан Бөкейханов емес, сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұхамеджан Тынышпайұлы, айта берсем өте көп осы зиялылар қазақтардың бүкіл қазақ съездерін ұйымдастырып, ұлттық территориямызды, ұлттық милициямызды құрып, оқу ағарту ісін ана тілімізде дамыту, сот құқық жүйелерін ойластыру, оларды әділ өткізу секілді айқын мақсаттарды қойып алдыға жоспарлаған болатын. Осы 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда екінші жалпы қазақ съезі өткен. Сол съезде Алашорда үкіметі құрылады. Оның басына жаңа айтқандай Әлихан Бөкейханов сайланады. Осы кезде Алаш автономиясы жарияланған соң сол Әлихан Бөкейхан оны бастаған Қазақстанды мекендейтін орыстардың еркін білмейінше автономия жариялауды кейінге қалдырған болатын. Ал Халел Досмұхамедұлы бастаған топ автономияны дереу жариялау керек деп санаған. Бұл өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Соңында осы екі жақ ортақ келісімге келеді. Сол нәтижесінде Түркістан қаласын қосып, осы Алаш автономиясын құруға бір ай кезек береді. Не үшін бір ай уақыт береді? Себебі осы 1917 жылдың жаңағы екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметі жалпы құрылады дедік қой, бірақ Семей қаласы, осы құрылған Семей қаласы да осы Алаш қала деп аталған болатын. Ал екінші жалпы қазақ съезіндегі бір мәселе осы дауысқа салады ғой бұлар Алаш автономиясын құру үшін. Оны 33 делегат жақтайды, делегат мүшесі, ал 42 делегат жақтамайды оны, ал үшеуі ешқандай дауыс бермейді, қалыс қалады, былайша айтқан кезде ешкім нейтралды түрде қалады. Ал осының салдарынан жаңағыдай бір ай уақыт береді. Сол дауыс беру барысында осы былайша айтқан кезде заңды түрде құрылған жоқ ол кезде Алаш автономиясы. Ал сол жаңағы дауыс аз жинаудың мақсатында олар айтады, делегаттар автономия жарияланбаса, осы Түркістан автономиясына қосыламыз дегендей. Ал осы жағдайдың бәрінен куәгер болып отырған барлық өңірдегі қазақтардың бірігуін жақтай отырып, өзара ортақ шешімге келеді. Қандай шешім? Ол мына 4 шешім. Оның біріншісі, Алашорданың халық кеңесі бір ай ішінде Түркістан өлкесіндегі қазақ-қырғыздарды Алаш автономиясына қосуды міндетіне алады. Бұл бір. Екіншісі, егер бір ай ішінде түркістандық қазақ-қырғыздар Алаш автономиясына қосылмаса, онда Алашорданың халық кеңесі барлық қазақ-қырғыз облыстары атынан Алаш автономиясын ресми түрде жариялайды. Бұл екі. Үшіншісі, егер түркістандық қазақ-қырғыздар Алаш автономиясына бір ай ішінде қосылмаса, Алашорда автономия жарияламаса, әрбір облысқа өз атынан әрекет ету мүмкіндік береді. Және төртінші, түркістандық қазақ-қырғыздар бір ай ішінде Алаш автономиясына қосылмаса, онда Алашордаға Алаш автономиясын алғашқы мүмкіндік туған жағдайда жариялауға құқық берген болатын. Осылай Алаш автономиясы бізде құрылады. Былайша айтқан кезде қазіргі Қазақстанның жаймендеп құрылуы осы кезеңнен басталады деп айтсам болады. Келесі біздегі тақырып ол
ары қарай жалғастырамыз жаңағы қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері, бірақ келесі тақырып ол қазақ АКСР және қазақ КСР-ның құрылуы. Жалпы кеңестік билік орнағаннан кейін қазақ жерінде мемлекеттіліктің институционалдық қаңқасы қазақ автономиялық кеңестік социалистік республика арқылы қайта жасалады. 1920 жылы 26 тамызда осы РКФСР құрамында қазақ АКСР құрылып, сол жылғы қазан айында Орынборда автономия жария етіледі. 1924 жылы ұлттық территориялық межелеу нәтижесінде Сырдария мен Жетісу аймақтарының басым бөлігі осы қазақ автономиясына қосылып, 1925 жылы автономияның тарихи атауы қазақ АКСР болып бекітіледі. Ең алғашында оның астанасы Орынбор болған, одан кейінгі Қызылордаға көшеді. Мен қызылордалықпын, мен бұны мақтан тұтам. Одан кейін 1929 жылы Алматыға көшірілген болатын. Ал 1936 жылы 5 желтоқсанда уже автономия емес, уже қазақ КСР одақтас республика мәртебесін алады. РКФСР құрамынан тікелей КСР құрамындағы республика дәрежесіне көтеріледі. Бұл өте үлкен жетістіктердің бірі, бірақ бұл жетістікпен тоқтап қалмайды. Жалпы осы қазақ КСР-ның құрылуымен қатар бір қатар сынақтар келеді, өте ауыр сынақтар. Қазақтың басына бұдан бірі салмасын, Құдай сақтасын деп тілейміз. Бұл 1928 жылы, 1932 жылдағы ұжымдастырулар, 1931 жылы, 1933 жылдардағы ашаршылық барлығымызға белгілі. Бұл ашаршылықтың салдарынан көптеген миллиондаған, бірнеше миллион адам қазақ былайша айтқан кезде қырылып қалған болатын. Адамдар аман қалу үшін өте бір қалай айтсам болады, өте бір жеркенішті, өте бір адамның ойына кіріп шықпайтын заттармен тікелей айтатын болсақ, бір-бірінің етін жеген, бір-бірінің балаларының етін жеген, айтуға былайша айтқан кезде көз алдыға елестетуге өте бір ауыр, өте бір қиын жағдай. Бірақ соның арқасында аман қалған адамдар бар. Бірақ қандай жолмен аман қалды, бұл өте маңызды. Бұл адамның бұл ашаршылықты жалпы қазақтың адамдардың ойынан шығаруға мүлде болмайды. Өйткені осы арқылы біз қазіргі тәуелсіздігімізге жетіп отырмыз тікелей. Менің өзім солай есептеймін. Өйткені сол кезеңдегі жаңағы адамдардың қимыл іс-әрекеттері жаңағыдай дұрыс болмағанда, мүмкін біз осы жерде қазір сабақ айтып, қазір осы тәуелсіз Қазақстанда сабақ айтып отырмас па едік, бәлкім, Құдай сақтасын әрине. Және осы 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргін, демографиялық және мәдени соққы болған болатын. Бірақ осылардың арқасында бірқатар қазақтың зиялыларын ату жазасына кесті. Оларды тіпті ешкіммен араластырмайтын да етіп тастады. Олардың құқықтарын шектеді. Бірақ соған қарамастан олар елге, жеріне, қазақ мемлекетіне адал қызмет етіп, ешқандай орыстарды, қазақтарды сатып кеткен жоқ, орыстарға беріліп сатылып кеткен жоқ. Осылай қазақ мемлекетін құруға әрекет еткен сол кезеңдегі қазақ зиялыларына мыңда бір алғысымды айтқым келеді. Ал келесі біздегі соңғы тақырыптардың бірі ол КСР-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып, тәуелсіздік жалпы айтқан кезде жариялауы. 1991 жылы 8 желтоқсанда РКФСР, Украина, Беларусь басшылары Минск қаласында кездеседі. Осы кездегі олар мынандай мәселелерді талқылайды. 1922 жылғы құрылған КСР келісім шартын жою және КСР тәуелсіз мемлекеттер достығын құру жөнінде олар сөз қозғаған болатын. Және 1991 жылы 13 желтоқсанда Қазақстан
Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан басшылары Ашхабадта бас қосады. Ал олардың осы кезде қозғаған мәселелері осы Орта Азия мемлекеттерінің басшылары Минсктегі жаңа 1991 жылы 8 желтоқсанда Минскте кездесу өтті ғой. Сол кездесуді жақтайтыны, сол кездесуде қозғалған тақырыптарды қолдайтыны туралы өздерінің пікірлерін білдіреді, шешімдерін қабылдайды. Ал осы соңғы шешуші былайша айтқан кезде шешуші кездесу 1991 жылы 20 желтоқсанда мынандай елдердің қатысуымен Алматыда бас қосу өтеді. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, РКФСР, Украина, Беларусь, Армения, Молдовада Алматыда бас қосады дағыны. Осы сол кездегі КСР-ны былайша айтқан кезде ыдырауына тікелей септігін тигізеді. Ал сол кезеңде Грузияда қатысады, бірақ ол кезде Грузия тек қана бақылаушы есебінде қатысатын болған. Және осы 1991 жылы тамыздағы бүлік КСР-ның ыдырауына тікелей әсер етеді. Осы 1991 жылы қазанда көптеген республикалар өз тәуелсіздігін жариялай бастайды. Ал осы ең соңғы болып 1991 жылы 16 желтоқсанда республиканың жоғарғы кеңесінің 7-ші сессиясында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданған болатын, және біз осылайша тәуелсіздік алдық. Ал барлық айтқан тақырыбымды қорытындылайтын болсам, қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері өткеннің мұрасы ғана емес, ол болашақтың компасы деп те айтсам болады. Өйткені қазақ 21 ғасырдағы күрделі өзгерістер жағдайында дұрыс бағыт нұсқайтын осы бір қоғамдағы оқиғалар мемлекет пен қоғамның үйлесімін, әділеттілік пен жауапкершіліктің, шығармашылық пен бәсекеге қабілеттіліктің арқасында осы сол кезеңдегі іргетас дәл осы тарихи сабақтастықтың негізі деп санаймын. 20 ғасырдағы, тек қана 20 ғасырдағы емес, оның алдындағы жылдардағы, ғасырлардағы елдегі ауыр жағдайлардың салдарынан қаншама қазақ, қаншама біздің қандастарымыз қайтыс болған болатын, қырылған болатын. Оның жаңағы атап өткенде ашаршылық секілді. Біз бұларды ұмытуымызға мүлдем қақымыз жоқ. Мүлдем бұны ұмытуға біздің бұны ұмытқан адамның мен қазақ деп есептемеймін. Өйткені тікелей солардың көмегімен біздің осы қазіргі Қазақстан құрылған болатын. Және осы Қазақстан алдыға жылжиды, Алланың қалауымен. Тіпті ешқандай біз Құдай сақтасын бір орында қалып қалмаймыз, алдыға қарай жылжи береміз, және ешкімнің бізге тиісуге, ешкімнің бізді және біздің азаматтарымызды, Қазақстан Республикасының азаматшаларын кемсітуге, олардың көңілін қалдыруға, оларға тиісуге ешкімнің қақысы жоқ. Біз Қазақстан Республикасының қорғауындағы азаматшалармыз, және еліміз үшін барымызды салып, аянбай еңбек етіп, елімізді алдағы қатарларға, алдағы мемлекеттің рейтингі бойынша алғашқы қатарларға шығаруға тырысамыз, және елімізге өле-өлгенше қызмет етуге әрдайым дайынбыз. Және сіздермен бірге болған орынбасар Біржан, барлықтарыңыздың назарларыңызға, назар қойып тыңдағандарыңызға, барлығыңызға алғыс айтқым келеді.